Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. ИП-да жұмысшы болғанда Каспи арқылы төлемдерді қалай төлейтінін көрсететін боламын. Ол үшін платежи бөліміне кіреміз. Все дегенді таңдаймыз. Штрафы налоги бөліміне кіріп, платеж для ИП дегенді таңдайтын боламыз. Бірінші кезекте пенсионный взносты төлейтін боламыз. Ол үшін пенсионный взнос бөліміне кіреміз. КНП 0,10-ды таңдаймыз. Периодқа қай айға төлем жасап жатырсыз, сол айдың таңдайсыз осы жерде. Мен мысалы ноябрь айын таңдадым. Енді бізде им плательщика дегенге ИП егесінің иін жазатын боламыз. Иін работникаға жұмысшы болып тұрған адамның иін жазып, сумма дегенге қанша төлем жасап жатырсыз, соны жазып, оплата істей берсеңіздер болады. Екінші бізде социальное отчисление төледі көрсемін. Ол үшін социальное отчисление бөліміне кіреміз. КНП 0,12-ні таңдаймыз. Периодқа қай айға төлем жасап жатырсыз, сол айды таңдап аласыз. Им плательщикаға жаңағы ИП егесінің иін жазып, ин работникаға жұмысшының иін жазып, сумма қанша теңге салып жатырсыз, соны жазасыз да, ары қарай оплата жасайсыз. Енді бізде медстрахование. Медстрахование 2 рет төлейміз. Жұмысшы болғанда 2 рет саламыз. Біріншісі отчисление, екінші взнос. Бізде отчисление төлейтін боламыз, ең бірінші. Отчисление бөліміне кіреміз. Бұл жерде КНП 121-ді таңдап аламыз. Периодқа қай айға төлем жасап жатырсыз, соны таңдап аласыз. Иін плательщикаға ИП егесінің иін жазасыз. Иін работникаға жұмысшы болып тұрған адамның иін жазасыз. Суммаға қанша теңге төлейсіз, соны жазасыз. Оплата жібере берсеңіз болады ары қарай. Енді бізде взносқа қалай оплата жасау керектігін көрсететін боламын. Ол үшін взнос бөліміне кіріп, КНП 122-ні таңдап алып, периодқа қай айға төлем жасап жатырсыз, соны таңдайсыз. Иін плательщикқа өзіңіздің иініңізді жазасыз, жаңағы жұмысшының иін жазып, төлеп жатқан адам продолжить деп оплата жасай берсеңіз болады. Ары қарай бізде налогты қалай төлейміз? ИП жұмысшы болған кезде налогты қалай төлейміз? Ол үшін налог для ИП деген бөліміне кіріп, ИП адресін жазамыз, бұл жерде толтыратын. Менде енді КНП 101-201 дегенді таңдаймыз. Екінші тұрған ИП доходов облагаемых дегенді таңдаймыз. Ары қарай ОГУ-да жаңағы ИП-ның қай районда тұр, соны таңдап жазасыздар о жерге. ИП атауын, название организации дегенге. Иін деген жерге ИП егесінің иін жазып, суммаға қанша саласыздар, соны жазып, оплата жасай берсеңіздер болады.